Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube каналының көрермендері, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бізде альхамдулилля бәрі жақсы. Так, бүгін сәуірдің 10-ы, бейсенбі бүгін. Ауа райы керемет. Алдындары ауа райы жел болып, видео түсіре алмағам. Бүгін тұнық болып тұр. Так, видеоның атынан көргендеріңіздей осы жылқыларға таңба салып тастадық. Не? Осындай таңба. Мынау кішкене қискет қапты. Мен өзім қалада болдым. Мен өзім студентпін ғой. Қалада болдым. Негізі осы сенбі, жексенбі күндері салу керек болған. Но енді әкемдер салып тастапты ауылда. Міне. Так, қазір қамшылар жағына салдық. 3 бұрыш, ортасы сызылған былайынан. 3 бұрыш. Сосын ортасы сызылған А деген сияқты. Сосын сәл ғана бітті астына. 3 бұрыш ішінде Т сияқты әріп қой, короче. Асы да бар, Тысы да бар. Әне. Міне осындай. Міне. Так, альхамдулилля, жер көгеріп, даланың сәні кіріп қалды. Ақырын жер көгеріп отыр. Так, міне. Так, сіздің айта кетерім. Алдыңғы видеода тай қосып едік қой, ұрғаш тай. Жездем тай деп. Әне жүр ол. Әне әр жағында. Өзі недавно үйреніп бастады. Короче, қысқасын айтқанда бұлай болды ғой. Алдыңғы видеода біз ана әр жағында аланы, сосын еркекті қостық қой, үйдегі құла тайды. Екеуін қосқан кезде алған жоқ. Ана ақсақ болды, короче, бір күн қамаған кезде. Сосын жарайды деп қайттан үйге қамадық. Осы міне. Сосын үшінші болып мынау келді, міне. Мына тай келді. Міне үшеуі. Сосын осы 2 тай, сосын еркек бірге қосқанбыз. Бәрібірде үйренген жоқ, бөлініп кете береді. Неге десек, айғарана еркек тайды қуады екен. Сосын мына екеуі таймен бірге үйреніп қалды ғой. Сол таймен бірге кетіп қалады. Сол бөлініп жүрді. Сосын еркек тайды үйге алып қалды да, осы екеуін ғана қосқанбыз. Қазір альхамдулилля бірге жүр бәрі. Кетіп қалса айғыр алып береді. Просто алдыңғы сол бірінші қосқан кездері осы тауға қарай жайылған кезде жылқылар былай етек мына жағында жүрсе, тайлар мына жағында жүріп, айғыр көрмей қалады, сосын тайлар кетіп қалады. Сондай жаңалықтар міне. Так, міне мына тай ауырып жүр. Неге екенін білмеймін, арықтап кетті. Көңіл күйде болмай ауырып жүрді. Ана жолы укол салды, витамин салды. Қазір жүр енді әзірше. Аман есен жазылып кетсе. Көріп танышасыздар, арықтап кеткен. Қалғандары жақсы. Былтыр қосылып кетті деді қой бір. Ауылдың кісісінен. Осы не. Осы байтал ғой, байталда өте берейін. Осы байтал қосылып кетті деп едік қой. Биыл міне тағы да. Дәл сол кісіден тағы бір тай қосылып кеткен ғой. Былтыр енді мынау күзді күні қосылған. Мынау осы көктемде қосылып тұр міне. 2 жұма болды қойдым жүргеніне. Білмеймін енді. Алып кететін шығар. Білмеймін, біз көреміз. Уақыт көрсетеді бәрін. Так, сосын тағы міне бөтендер жүр. Қайсы ол бөтен? Мынау ғой ме? Бір-біріне ұқсайды, 3 шабағы ғой. Жоқ, анау екен, анау. Мынау бөтен, сосын ауылдың бір кісінікі. Қыстан бері жүр ғой, көктемнің басынан бері. Үшеу бірдей міне, 3 шабағы бірдей. Ана екеуінің только қасқалары кішкене ұзындау, анаң точка қасқасы. Нүкте болып тұр.
міне мынау, сосын жаңағы мынау міне бөтендер, қалғандар өзіміздікі. Яғни 2 тай қосылды арамызға. Элхамдулилля. Қазір барлығы 12 бас болып тұр. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Қазір алдағы уақытта, алдағы күндері фермаға баратын боламыз. Фермада негізі бір тай бар. Бір тай. Баяғыда айтып едім ғой, бір фермада бір бие бар деп. Соның бір жыл сайын балаларын ұрғаш болса енді, ұрғаш болса алып келіп отырамыз. Тай кезінде. Міне мысалы, Ақтүймеде келді ғой. Тай кезінде былтыр келді. Әне тұрған. Ақтүймеде қазір байтал уже. Міне биыл енді тағы да бір тай бар. Соны алып келгенбіз ұрғаштай. Сосын сіздерге сұрақ. Так, сұрақ міне мынадай. Сол тай мен мына айғырдың әкелері, шешелері бір. Сестренкасы ғой. Бірақ енді не? Қаны басқа, әкесі басқа. Сол тай мен айғырдың әкесі басқа, шешелері бір. Оларды қоса беруге бола ма негізі? Сұрақ. Кейбіреулер айтады, болады дей береді негізі. Кейбіреулер болмайды дейді, білмей тұрмыз. Сіздерден сұрайын дегенім ғой. Сол комментария жаза кетіңіздер, бола ма, болмай ма. Негізі бірақ та енді ана Ақтүймені де қостық қой. Шешесі бір, әкелері басқа. Әне тұрған. Ой, бүркіт. Үйге қашан барасыңдар? 2 күн дей ма? Сол болды ойдың. Пока үйге келмегені. Әлі күнге дейін жем беріп отырық. Жем жей берсін. Енді міне көк енді шықты ғой. Енді доғарамыз ақырын жем беруді. Тоқтатамыз. Сондай жаңалықтар. Сіздерге видео түсірмеге көп болыпты. Сондықтан бір түсіре кетейін деп. Бағана негізі түсіруге болушы еді. Бағана сиырға барып, сиырлар түгендеп, енді ғана қол босап отыр. Міне. Элхамдулилля. Тек арнаға жазылып комментарий жазып отырыңыздар. Қазақ ютубын бірге дамытайық. Сосын, айта кетейін қазір. Бұл жер, комментарий жазатындар болады. Бұл жер Павлодар облысы Баянауыл ауданы Александровка ауылы деп аталады. Міне біздің ауылдың табиғаты, таулы жер, таулы өлке. Сонда жаңалықтар. Алдағы уақытта сол тайды алып келеміз. Ол кезде де түсіретін боламын видеоны. Ал жарайды, аман сау болыңыздар. Сіздерге денсаулық, мал бастарыңыз көбейе берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ал сау болыңыздар.